Ассалаумағалейкум, Құнан ТВ каналының көрермендері. Бүгін мамыр айының 27 күні 2025 жыл Қызылорда қаласындағы мал базардағы сиыр, бұқа, қашар және тағы басқа мал жануарлардың бағаларымен таныс боласыздар. Достар, жаңа шығарылымды жіберіп болмау үшін арнаға тіркеліп лайк басып достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ал ендеше түсірімді бастайық. Қаншаға? Енді. Ой, барға қойшы енді. Мен айтып тұрмын, жоқ күнде мен де беріп жатырмын. Қанша деп тұр мынаны? Не бұл? YouTube-қа не бұл? 150 мыңға берем. 150 мың теңге деп тұр. Ассалаумағалейкум. Сиыр 350. Сиыр 350 мың теңге деп тұр. Қалайда туады? Мынау нешінші туайын деп тұр? Үшінші бұзау ішінде. Үшінші бұзауы дейді. Үшінші бұзау. Қай ауылдан аға? Исақ. Исарық ауыл екен. Егесі. Телефон айтып жіберіңіз аға. Телефон Иә. 705 Иә. 64 42 32. Саудасы бар ма? Саудасы бар я. Саудасы бар екен. Хабарласыңыздар. Қанша болып тұр мынау? Қанша брат? 220? Екі жасар еркек мал 350 мың теңге деп тұр. Қанша деп жатсыз? 280. Неше жасар? Бір туған қашар ма? 280 мың теңге бір туған қашар. Достар, видеоның астына лайк басып, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қанша деп отыр білмейсіз ба? Бірінші тума қашар 400 мың теңге деп тұр екен. Ар жағынан 470 деп тұр, кемі бар. Ар жағындағысы 470 мың теңге кемі бар дейді. 5 литр сүті бар дейді. Бұзау ұрғашы. Бұзау ұрғашы дейді. Ол неше туған? Ол 400 туған екен. Қай ауылдан Бірінші келдің? туған. Ягідкі саяжай. Ағаны ем ба тұр ғой аға? Телефонды айтасыз апай? 705 210 75 49. Саудасы бар ғой? Саудасы бар я. Қанша деп тұрсыз? 400. Бұл қашар болары 400. Ар жағында сиыр 470. Түсеміз. Қанша деп тұрсыз кен? 500. Нешінші тумасы ол? 3 тумасы 500 мың теңге деп тұр. Саудасы бар. Саудасы бар. Неше литр сүт береді екен? 5 литр береді. 5 литр. Бес литр сүтімен ал мінекей. Қанша деп тұр екен, білмейсіз ба? 390. Неше туған екен? Екінші бұзау екен. 390 мың теңге. Мынауыңыз қанша?
Kemi var. Мына бірінші тумасы 380 мың теңге деп тұрсыз ғой. Кемі бар дейсіз, иә? Kemi var. 5 litre sütü var. 5 литр сүті бар дейді. Erkek buzağı var. Еркек бұзауы бар дейді. Мынау қазір тойын деп тұр ма? Yok tuzlan buzağı var ana. Ha. Erkek buzağı var. Телефоныңызды айтып жіберсеңізші аға. 8771 828 3258. Қанша деп тұрсың мынаны? А? 200. Неше жасар? Бірден асты ма? Толмаған ба? Толды ма? Бірге толған ұрғаш мал. Бірден асқан ұрғаш мал 280 мың теңге айтылу бағасы. Қанша дейсіз? Қанша бағасы? Иә. 400. Неше жасар екен? Бірден асқан? Екіден асқан екен. 400 мың теңге. Қанша деп атса саған ал? 270. 270 мың теңгеден. Avulga varganda көріп жүрмін. Kemi var. Кем бар, неше жасар мынау? Бірден асқан ба? 1 жасар. Şeyimiz de. Kemi. Мына 5 туған сиыр 500 мың теңге деп тұр егесі. Осы Қызылорда қаласында ма? Қоғалы көлі ауылынан келіп тұрген. Бүгінгі Қызылорда мал базарына. Телефоныңызды айта аласыз ба? 586 98 18. Саудасы бар ғой? Саудасы бар екен, хабарласып көріңіздер. Мына бірінші тума 430 мың теңге деп тұр. Бір жасар 300 мың теңге деп тұр. Еркек мал. Мынау қанша? 200. Нешесі? Бір жасқа толтырдың ғой. Мынау?
1 жасар. Бірден асқан, иә. Мынау бағасы қанша? 250. 250. Мынау 280. 280. 220. 220. Мынау Ұрғашы 1 жасар. 1 жасар ұрғаш. Мынау қаяқтан келіп тұр бұлар? Şöyle домашний. Домашний? Жаңа телефонды айтып жіберсей болады. 331 544 2599. Саудалары бар ма? Var saudası. Саудалары бар екен. Хабарласып көріңіздер. 1,5 жасар. 350 мың теңгеден. Қанша деп тұр саған? 350. Неше жасар бұл? 1,5 жасар екен. 350 мың теңге деп тұр мынау. Еркек мал. Еркек бұқа. Төрт туған сиыр. 500 мың теңге деп тұр егесі. Телефоныңызды айтып жіберсеңізші. Телефонды айта алмаймын деп тұр. Бір мал болғандықтан сатылып кетеді аламыз. Kaça begamot karası? 900 мың теңге деп тұр мына қараған. Тағы да 5 туған бір сиыр. 500 мың теңге деп тұр ма егесі? Қанша? 420. Неше туған? 4 туған 420 мың теңге деп тұр. Bir жасқа толған еркек мал 250 мың теңге деп тұр егесі. Киімі бар. Alik. 250 мың теңге. Неше ай болған ол? 1 жасар ма? 1 жасар. $30 мың теңге деп тұр, тумаған екен. Неше айлық мынау? Bilmiyorum bırakın. Білмейсің ба? 7-8 айлық. Ұрғашы ойын? Бағасы 110 мың, нақты беретін. Саудасы бар ма? Саудасы бар екен. Телефонды айтып жүрсей. Телефонды бере алмаймын деп тұр.
қазіргі бүгінгі базарда сатылып кетеді. Осымен түсірілім соңына шейін жетті. Келесі түсірілімге шейін сау саламатта болайық.